Ортақ тақырып болашаққа саяхат. Сабақтың тақырыбы үстеу. Сабақтың оқу мақсаты: тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Үстеу дегеніміз не? Үстеу іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табы. Үстеулер қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Үстеудің түрлері мен сұрақтарына тоқтала өтейік. Мекен үстеуі сұрақтары: қайда, қайдан. Мезгіл үстеуі сұрағы: қашан. Сын қимыл үстеуі сұрағы: қалай. Мекен үстеуі қимылдың мекенін білдіреді. Мысалы, бала үйден шықты. Бала қайдан шықты? Үйден шықты. Қимылсын үстеуі іс-әрекеттің қимыл сынын білдіреді. Мысалы, оқушы сөмкесін әрең көтеріп келе жатыр. Оқушы сөмкесін қалай көтеріп келе жатыр? Әрең көтеріп келе жатыр. Мезгіл үстеуі қимылдың мезгілін білдіреді. Мысалы, кешке таман. Қашан? Кешке таман. Оқулықпен жұмыс. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда. Қазақстан экономикалық кедергілерге қарамай қиын да күрделі шешім қабылдады. 1997 жылы республиканың астанасы Ақмолаға көшірілді. Бұл шешім басқа елдерді де таңғалдырған еді. Аз ғана уақыттың ішінде бұрынғы провинциалдық қала адам танымастай өзгерді. Есілді бойлай президент сарайы, парламент ғимараты, хан шатыр, бейбітшілік пен келісім сарайы, Алау мұзайдыны сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар жаңаша бой көтерді. Қазақ хандығының негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандардың, қазақтың 3 атақты биі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің ескерткіштері халқын болашаққа бастағандай бейнеленген. Аспанға атылған ақ барыс мүсіні жас Қазақстанның 21 ғасырдағы жарқында бақытты болашағының символындай елестейді. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының болашағы әлі алда. Ол болашақтың қаласы. Менің отаным тәуелсіз Қазақстан кітабынан. Тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша пікіріңді айт. Мәтін не туралы? Мәтінді тыңдау барысында көңіліңе қандай сезім ұялады? Астананы, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласын неліктен болашақтың қаласы дейді? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді оқы, мағынасына назар аудар. Екінші тапсырма. Сөздерді оқы. Былтыр, күндіз, төмен, кенеттен, алда, жорта, жоғары. Бұл сөздерді етістіктермен тіркестіріп жаз. Сұрақ қойып, қай сөзбен байланысып тұрғанына назар аудар. Үшінші тапсырма. Үстеудің мағыналық түрлерін тиісті сөздермен сәйкестендір. Жарайсыздар балалар, біз бүгінгі сабақта алдымызға қойған мақсатқа жеттік пе? Олай болса, үй тапсырмасын белгілеп алайық. Үйге 106 бет 5 тапсырма.
Сау болыңыздар.